Сәлеметсіздер ма, құрметті студенттер. Ә, Біз сіздермен 5-ші дәрісті бастаған болатынбыз. Бұл біздің 5-те 3-ші дәріс, яғни 3-ші бөлімі. Біз жаңағы фазалық роторлы индукциялық қозғалтқыштар туралы айтқан болатынбыз. Яғни оның егер қозғалтқыш жаңағы бөлігінде момент, жаңағы сыртқы момент қолданылса, онда қозғалтқыш генераторлық тежеу режиміне өтеді, ал оның жылдамдығы ms-ке дейін болады деп айтқан болатынбыз, иә. Келесі. Айнымалы кедергілерді өзгерту арқылы асинхронды қозғалтқыштың жылдамдығын реттеу механизмінің аралық қозғалтқыш жылдамдығын, яғни нөлдік мәннен номиналдыға дейін алу үшін жүзеге асырылады. Асинхронды қозғалтқыш жұмыс істеген кезде қозғалтқыш тұтынатын қуат қозғалтқыштың номиналды қуатына тең. Номиналды жүктеме кезінде ол ал механизмнің пайдалы жұмысына жұмсалатын уақыт қозғалтқыштың айналу жиілігіне пропорционалды. Қозғалтқыш тұтынатын қуат пен қозғалтқыш бірлігінің арасындағы айырмашылық айнымалы реостатта сіңіріледі. Бұл оның қатты қызуына әкеледі. Сондықтан асинхронды қозғалтқыштың төмен жылдамдығы өте үнемді емес болып табылады. Фазалық роторлы бар асинхронды қозғалтқыш режиміндегі және генераторлық тежеу режиміндегі жұмыстан басқа кері қосылу, яғни қарсы ағым режимінде және динамикалық тежеу режимінде жұмыс істеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Кері байланыс режимінде қозғалтқыш ротордың айналу бағытына қарама-қарсы бағытта әрекет ететін моментті дамытады. Кері байланыс режимі крандардың қозғалу және бұрылу механизмдерін тежеу үшін, кейде жүкті төмен жылдамдықпен түсіру үшін қолданылады. Алайда асинхронды қозғалтқыштың бұл жұмыс режимі үнемді емес. Өйткені қозғалтқыш тұтынатын қуаттың аз бөлігі механизмді тежеу үшін қолданылады. Динамикалық тежеу режимі қозғалыс механизмдерін тежеу және крандарды ең жоғарғы жылдамдықтан номиналды жылдамдыққа дейін бұру үшін, сондай-ақ төмен жылдамдықтағы жүктерді түсіру үшін қолданылады. Фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыш крандарда кеңінен қолданылады. Ол төмен жылдамдықпен ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде барлық крандар механизмдерін жүргізу үшін қолданылады. Тұрақты ток қозғалтқышы бар электр жетегінің қасиеттері қоздыру орамаларын қосу әдісіне байланысты жүк көтергіш машиналарды жүргізу үшін параллель қоздыру қозғалтқыштары, яғни шунт, сериялық қоздыру қозғалтқыштары және аралас қоздыру қозғалтқыштары қолданылады. Параллель қоздыру қозғалтқышының жылдамдығын реттеу арматура тізбегіндегі қарсылықты өзгерту немесе қоздыру орамасының тізбегіндегі қарсылықты өзгерту немесе қозғалтқышқа берілген кернеуді өзгерту арқылы жүзеге асырылады. Реттеудің алғашқы екі әдісі қозғалтқышты жалпы тұрақты ток желісінен қуаттандыру кезінде қолданылады. Ал соңғысы қозғалтқыш реттелетін кернеу бар жеке тұрақты ток көзінен, мысалы жеке генератордан қуат алған кезде қолданылады. 3-ші суретте, яғни якорь тізбегіндегі әртүрлі қарсылықтар мен қозғалтқыштың тұрақты максималды қозуы бар шунт қозғалтқыштарының механикалық сипаттамаларының тобы келтірілген. Механикалық сипаттамалардың қаттылығы якорь тізбегіндегі қарсылықтың жоғарылауымен төмендейді. Толық енгізілген қарсылық кезінде момент күштің жасанды сипаттамасына ішінара енгізілген кедергіге, екінші сипаттамаға толық шығарылған кедергіге табиғи деп аталатын сипаттамаға өзгереді. Қозғалтқышты іске қосу кезінде оның төменгі
максималды мәнінен максималды мәнінен М2 мәніне дейін өзгереді. Онда іске қосу реостаты ауысады. Параллель қоздыру қозғалтқыштары жұмыстан барлық тежеу режимдерін қолдануға мүмкіндік береді. Электр энергиясын желіге рекурациялау генераторы кері қосылу және динамикалық тежеу болып табылады. Динамикалық тежеу режимінде механизмнің жылдамдығын өте аз мәнге дейін төмендетуге болады. Бұл механикалық тежегіштің жұмысын төмендетеді де, оның функциялары тек механизмнің түпкілікті тоқтауы және электр қуатының кенеттен үзілуі кезінде төтенше тежеу болып табылады. Параллель қозуы бар тұрақты қозғалтқыштар көбінесе қозғалыс және айналу механизмдерін жүргізу үшін, сондай-ақ жылдамдықтың айтарлықтай ауытқуына жол берілмейтін көтеру механизмдері бар лебедкаларды жүргізу үшін қолданылады. Параллель қоздыру қозғалтқышы арнайы тұрақты генератордан қуат алған кезде генератор қозғалтқыш жүйесі G және D жүйесі пайда болады. Бұл жүйесі басқа электр жеттегі жүйелерімен салыстырғанда ең жақсы реттеу қасиеттеріне ие. Бірақ өндіріс кезінде өте жоғары шығындарға ие болады. G және D жүйесін қолдану 1:10 шегінде жылдамдықты өте бір қалыпты реттеуді қамтамасыз етеді. Ал арнайы қозғалтқыштарды, мысалы электромашиналық немесе магниттік күшейткіштерді пайдаланған кезде жылдамдықты реттеу шегін 1:1-ден 120-ға дейін арттыруға болады. Сондықтан G-D жеттегі жылдамдықты кең және жиі реттеуді қажет ететін жауапты кран механизмдері бар жылдам лифтілерге арналған. Тізбектің қоздыру қозғалтқыштары зәкір тізбегіндегі іске қосу резисторларының көмегімен айналу жиілігінің ұлғаюына қарай кезекпен реостат секциялары шығарылмайтындай іске қосылады. Сериялы қозғалтқыштардың ерекшелігі олардың табиғи және жасанды механикалық сипаттамаларының жұмсақтығы. Және бұл жұмсақтық моменттің төмендеуімен артылады. Яғни зәкір қатар неғұрлым көп қарсылық енгізілсе, сипаттама соғұрлым төмен болады. Әзірге осы, келесі дәрісімізді келесі видеороликта жалғастырамыз. Сау болыңыздар.